әдемі стакан қазге шай құйдым, және бұл шай емес, бұның құрамында шөп және раушан гүлдерінің хош иісі бар. Жақсы, онда шайды мен сізге мына жағыңызға қойып қояйын. Керек кезіңізде, ішкіңіз келген кезде, яғни алып ішсеңіз болады. Жақсы. Өте жақсы. Ең бірінші онда біз неден бастайық? Жақсы, өте дұрыс. Менің ойымша ол рейки адамдарды тыныштандырады. Және сіз өте тыныш күйде өзіңізді жақсы сезінесіз. Қазір ең бірінші біз аурамызды тазаламастан бұрын сіздің шашыңызды ретке келтіріп алсам, менде осындай тарақ бар. Осы тарақпен бұл шашты жұлмайды. Осы тарақпен мен сіздің шашыңызды тарауға рұқсат етсеңіз. Қазір жақсы. Өте жақсы емін жақ шашыңызды. Шаштарыңыз өте әдемі екен, өте қалың, күтілгені көрініп тұр. Шашыңызды жүйкітетініңіз көрініп тұр. Өте әдемі, өзіңізге жарасымды. Жақсы. Шашыңызды тарадық. Енді аздап спрей, осындай өте спрей бар. Шашқа арналған кератин деген бұл спрейді қолдануымның себебі ең бірінші бұл сіздің шашыңызды жинақтайды. Яғни мына жерде маңдайыңыздағы кішкентай жастарды жинайды. Сізде мұнда маңдайыңызда аздап бар екен. Жақсы, онда ашайық. Так. Ендеше сіз көзіңізді жұмыңыз. Көзіңізді, өйткені қазір мен шыққан кезде сіздің көзіңізге зиян болуы мүмкін. Жақсы, онда көзіңізді жұмайық. Жақсы. Мен осылай тұрамын. Иісі өте тамаша. Отмазки. Жақсы. Енді кішкене шаштарыңызды онда жинастырып жіберейін. Өйткені шаштарыңыз спрейден кейін енді жиналып жатыр. Жақсы, шаштарыңызды жинаймын онда. Так. Бетіңізден алып тастайын. Осындай кішкентай шаштарды біз жиі алып тастауымыз керекпіз. Так. Мына жақтан да кішкентай шаштар, өте кішкентай, соларды жинастырып.
жақсы шаштарымызды жинастырып алдық. Ендігі кезекте әрине ендігі кезекте біз аурамызды керемет осындай жылы және өте жағымды ету үшін біз қазір спен исмай аламыз. Яғни менде осындай исмай бар. Бұл жапон исмайы. Жапон. Осындай исмай. Осыны мен өзімнің қолыма себемін. Қазір мен өз қолыма себіп алайын. Жақсы. Так, тізге. Ескеніз, иә, ескеніз әрине. Өте жақсы. Ендіше маған мұқият қараңыз. Бастаймыз. Ең бірінші маған дұрыстап қараңыз. Жақсы. Ең бірінші бізде тазалаймыз аурамызды. Так. Жақсы энергия, жақсы аура, жақсы энергия іске сыйлаймын. Жақсы аура, жақсы энергия іске сыйлаймын. Жақсы жаман ойларды жинаймыз. Сәтсіздіктерді осылай алып тастаймыз. Так, тартамыз, ораймыз, алып тастаймыз. Тартамыз, ораймыз, алып тастаймыз. Так, мына жерден тағы да тартамыз, алып тастаймыз. Адамның өмірі ол өте қысқа. Сол себепті сіз өзіңізді әрбір сәттен ләззат алуға, әрбір мүмкіндіктен, яғни әрбір күннен мүмкіндік алуға бағыттап, өзіңізді тек жақсы сәттерге арнау үшін бұл өмірдің барлық жақсылықтарын түсініп, өзіңіздің жасаған әрекеттеріңіздің нәтижесін сезінуіңіз керек. Сол себепті мен сіздегі барлық өте нашар энергияларды алып тастаймын. Жақсы. Оны біз бастан бастаймыз екені. Баста өте көп ойлар жинақталады. Әсіресе түнгі уақытта. Өйткені біз қалай айтсақ екен, түнгі уақыттарда көп ойланамыз. Өте көп ойланамыз. Так, оны басыңыздан аламыз. Жақсы ойларды енгіземіз. Так.
жақсылық, бұл жақсылық. Қане. Тик. Так, мына жақсан тик. Қане. Тик. Өте жақсы. Жақсы. Энергия алмасудың екінші кезеңі біз алақан арқылы жасасақ, енді біз саусақтар арқылы сізге барлық жақсы қасиеттерді сіздің бойыңызға, яғни бойыңызға енгіземіз, иә. Яғни ол дегеніміз бірінші өз-өзіңді сыйлап, өз-өзіңмен жақсы қарым-қатынаста болу, сол сияқты сәттілікті және сәтсіздікті бірдей көтере білу. Так, ең бірінші кішкене аздап расслабление. Иығымызды тік ұстаймыз, расслабление. Жақсы. Осылай иықты ұстап тік ұстаймыз. Енді мен сізге саусақ арқылы энергия беремін. Так. Тик. Энергия. Так, жақсы. Мен енді сіздің көзіңіздің көру қабілетіне байланысты көздің өте бір энергиялық жаңағы дене мүшесі екенін білгендіктен көз арқылы біз көріп жақсыны аламыз. Сол себепті сіздің көзіңізге өте бір жағымды терапия жасаймын. Яғни ол үшін қараймыз бірінші менің көзіме. Көзімізді аздап расслабление жасаймыз. Яғни көзімізге біз сәл демалдырамыз көзімізді, иә. Сәл бос ұстаймыз. Жақсы. Көзімізді жұмдыңыз ғой, иә. Жақсы. Енді мен сіздің көзіңізге осылай бас бармақты осылаймен басамын. Жақсы. Так, енді бір жақ бетіңізді мен осылай алақанмен басайын, бір жақ көзіңізді қатты баспаймын. Сәл ақырын басамын. Екінші жақ бетіңізді басамын. Сәл қатты баспаймын. Өте жақсы. Енді осылайнан терең демаламыз. Яғни бір екінші тынысты сыртқа шығарамыз. Жақсы ма? Жақсы онда. Өте жақсы. Бұл сеанстар не үшін керек деп ойлап жатқан шығарсыз. Бұлар бізге қайтадан энергиямызды қалыптастырып, тағы да әрі қарай жұмыс жасауға өмірде өте керек. Жақсы. Келесі сіздің шашыңыз. Так, шашыңызды ақырын сипаймын. Шаштарыңыз өте жұмсақ. Так, енді мына мойныңызға аздап
көркем ету үшін біз жаңағындай біз көбінде ашуланғанда салмақтың барлығы қабаққа түседі, яғни қабағымызға түседі. Сол себепті мен қазір сіздің қабағыңызға аздап жеңіл энергия бергім келеді. Сол үшін мен сіздің қабағыңызды расслабление жасауға бағыт-бағдар беріп, өзімнің жақсы энергиямды сізге жасаймын. Ондай болса, бірінші босаңыз денемізді. Иә, полностью босаңыз. Жақсы. Ендеше бастаймыз. Қазір сіздің оң жақ қасыңыздан мен бастағым келеді. Рұқсат болса. Өте жақсы. Так, оң жақ қас. Негізі мен тектем айтқым келмейтін, бұл поддержка, яғни ретінде сіздің қазір қасыңызды мен ақырын ауыртпаушылық салмай істеу үшін осылай айтып жатырмын. Жақсы. Көзіңізді ашпаңыз, иә. Так, жақсы. Жақсы. Келесі кезекте енді біздің басымыздағы барлық ойлардан арылып, жақсы энергия бергеннен кейін, енді мен сіздің барлық денеңіздегі, осы тұла бойыңыздағы энергияны арттыру мақсатында мен сізге қазір өзімнің жаңағы жапондық исмайымды жаққым келеді, егер рұқсат болса. Я осы жерге өте қатты емес, жаңағындай аз мөлшерде, я мен сізге жақсы, онда бірінші ашамыз. Осындай исмайымды жағам қазір сізге. Бұл менде уже қанша болды, барлық сұрайды қандай исмай деп. Енді әзірше мен айтпадым, өйткені оның өзіндік қолдану тәсілі бар. Барлығы оны түсіне бермеді ғой. Жақсы. Жақсы. Ендеше бірінші. Так. Жақсы, енді иықтарыңызға қаратай мен қолымды сықсам, я осылай ақырын басып. Так. Қалай сізге жақсы болып тұр ма? Я иықтарыңызға салып тұрмын. Екі иығыңызға. Әрине. Я болсаңыз емес. Біз тек жақсылықты ойлаймыз. Тек қана сәттілікті ойлаймыз. Біздің әр күніміз бақытқа, берекеге толы. Және мен өз өміріме ризамын. Мен өте мықты тұлғамын. Мен өте мықты адаммын. Барлық
сеанстарын айтты сізге. Жақсы, өте жақсы. Бүгінгі сеанс ұнаса, келесі сеанста сізді тағы да күтемін. Келіңіз. Жаңа сеанстарды бірге өткізейік. Бұл сеанс сізге көмектесті деген ойдамын. Өмірге деген тек қана позитив,